Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз тағы да ұлттық қордағы ақшаның түсуі туралы ақпаратты айтатын боламыз. Олай болса кеттік. Каналыма жазылып, комментарий жазып, лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Олай болса, біз өткенде 5 күн қаралу мерзіміне дейін заявлениесін жазып, сонымен аяқтаған болатынбыз. Бүгін біз уже рұқсат берілген ақшаны қалай шотқа аудару керек, сол туралы айтатын боламыз. Олай болса кеттік. Бірінші кезекте біз өзіміздің Expo-Clusion-ізбен кіріп алатын боламыз. Жаңағы npf.org.kz-ге одан ары қарай бізге депозитті толтыру деген батырма келеді. Яғни бұған дейін орындалатын процесс, ол конвертация жасадық, ол уже орындалып кетті. Доллардан ақшаға аударылды, ол бір шамамен бір жарты сағаттай уақыт алады. Міне одан кейінгі процесс бізде депозитті толтыру. Біз депозитті толтыру таңдаймыз. Әрі қарай біз ашылған депозитті таңдап, әрі қарай таңдауды растайтын боламыз. Одан кейін өтінімді жіберу процесін орындаймыз. Бұл кезде заявлениеға қол қоямыз, электронный қол қою кілтімен қол қою процесін жүргіземіз. Одан кейін келесі процесс ол уже заявлениеға қол қойылып кетті. Енді біз шотымызға ақша түсу процесін бақылайтын боламыз. Қазіргі уақытта біз уже ақшамыз аударуға кетті. Енді шамамен бір сағат, бір жарым сағаттың ішінде шотына ақша түседі. Яғни клиенттеріңіз болсын, туыс туғандарыңыз болсын, басқа да адамдардың сіздерге келіп, бұны қалай аударады десеңіздер, осы процесс арқылы жүргізсеңіздер, барлығы етап-етапымен түсінікті әрі сіздерге қолайлы түрмен сіздерге айтып отырмын. Сондықтан олай болса, біз бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.